18-ші топтағы бірінші элемент гелий. Гелий атомының атомдық нөмірі 2-ге тең. Оның 2 электроны жалғыз электрон қабатында орналасады. Сондықтан оның электрондық конфигурациясы жай ғана 2. Неон атомының құрылымы күрделірек. Неон ядросында 10 протон бар, әрі ол 2 электрон қабатында орналасатын 10 электронмен қоршалған. Бірінші ішкі қабатқа бар болғаны 2 электрон сияды. Сондықтан қалған электрондар сыртқы валенттік қабатта орналасады. Нәтижесінде неонның электрондық конфигурациясы 2-8. 18-ші топта орналасқан қалған элементтердің де электрондық конфигурациясын дәл осылай құраламыз. Гелийден басқа топтағы барлық элементтердің сыртқы валенттік қабатында 8 электрон болатынын ескеріңіз. Валенттік қабатында 8 электрон болатын электрондық октет деп аталатын электрондық конфигурациямен гелий жағдайында жалғыз электрондық қабатында 2 электрон болатын конфигурация өте тұрақты болып табылады. Валенттік қабаттағы электрондық октет немесе гелий жағдайында жалғыз электрон қабатында 2 электрон болатын конфигурациялар өте тұрақты болады. Кез келген химиялық реакция валенттік қабатының өзгеруіне алып келеді. Инертті газдың жағдайында мұндай өзгеріс тұрақтылығы аз конфигурацияға алып келеді. Осыған байланысты 18-ші топ элементтерінің атомдары өзге атомдармен әрекеттеспейді және жоғары химиялық инерттілігімен сипатталады. Сондықтан болар Британдық Колумбия университетінің химигі Нейл Бартлетт 1962 жылы инертті газдың қосылысын алған кезде ғылыми орта таң қалды. Жоғары температура мен қысымда ксенон ең белсенді бейметалл фтормен әрекеттесіп, ксенон тетрафторидін түзетіні анықталды. Бұл қосылыс түссіз кристалл зат болып табылады. Қазіргі таңда бізге ксенон мен радонның фтор және оттекпен түзетін өзге қосылыстары белгілі. Олар өте жоғары температура мен қысымда алынады. Алайда қазірге дейін гелий, неон мен аргонның химиялық қосылыстары алынбаған. Неліктен криптон, ксенон және радон өзге инертті газдармен салыстырғанда химиялық қосылыстар түзе алады? Дара элемент атомдарының өлшемдерін салыстырып көрелік. Біз атомның өлшемдері электрондық қабаттар санының өсуімен артатынын көреміз. Ксенон секілді үлкен атомдарда валенттік электрондар оң зарядталған ядродан алыс орналасқан. Сондықтан олар гелий атомындағы электрондар сияқты ядроға күшті тартылмайды. Сол себепті үлкен атомдар химиялық реакцияға түскенде өз электрондарын салыстырмалы түрде оңай жоғалтады. 18-ші топ элементтері газ күйінде тек дара атомдар түрінде кездеседі. Бұл атомдар арасындағы тартылыс күштері өте аз. Сол себепті тіпті төмен температураларда тартылыс күштері атомдардың еркін қозғалысының кинетикалық энергиясын жеңе алмайды. Нәтижесінде 18-ші топ элементтері өте төмен температураларда да газ күйін сақтап қалады, және олардың қайнау және балқу температуралары өте төмен болады. Қайнау температурасы бойынша ең алда тұрған гелий газы, ол Цельсий бойынша минус 267 градуста қайнайды. Бұл температура абсолют нөлден, яғни ғаламдағы мүмкін болатын ең төмен температурадан бірнеше градусқа ғана артық екеніне назар аударыңыздар. Абсолют 0 Цельсий бойынша минус 273 градусқа тең. Гелий тек жоғары қысымда ғана қаталады. Себебі сонда ғана бұл элементтің жеңіл атомдары бір-біріне күштірек тартыла бастайды. 18-ші топтағы элементтердің балқу мен қайнау температуралары топ бойынша төмен қарай, яғни атомдық нөмірдің артуымен өседі. Бұл ірі атомдардың кіші атомдарға қарағанда күштірек тартылуымен түсіндіріледі. Инертті газдардың тығыздығы да атомдық нөмір артқан сайын арта түседі. Бұл кез келген газдың бір молі бірдей жағдайда тұрақты көлемге ие болатыны және газ бөлшектерінің, яғни атомдар мен молекулаларының саны тұрақты болатын арқылы оңай түсіндіріледі. Атомдық нөмірдің артуымен атомның массасы да артады, ал газ көлемінің бірлігінде газдың атомдар саны әрдайым бірдей болады. Сол себепті массаның көлемге қатынасымен анықталатын инертті газдардың тығыздығы топ бойынша жоғарыдан төменге қарай артады. Аргон, алюминий секілді тез жанатын металдарды дәнекерлеуге қажетті инертті оттексіз ауа алу үшін қолданылады. Ол көк түсті жарық шығаратын лазерлерде пайдаланылады. Сонымен қатар,
Аргон кейбір шам түрлерін толтыру үшін де қолданылады. Электр шамының жіпшесі ауадағы оттекпен әрекеттесіп, көп ұзамай толық жанады. Егер ауаны аргонмен ауыстырсақ, шам әлдеқайда ұзақ инертті газдардың ішінде гелий ең көп қолданысқа ие. Гелийдің тығыздығы аз болғандықтан, бұл газбен толтырылған жеңіл шарлар ауада көтеріледі. Сонымен қатар гелий жанбай. Сондықтан оны дирижабльдер, метеорологиялық зондтар мен мерекелік шарларды толтыруда кеңінен қолданады. Гелийдің оттекпен қоспасы дайверлер тыныс алатын газдың басты құраушысы. Себебі кәдімгі сығылған ауа су астында демалуға зиянды. Сұйылтылған гелий өте төмен температура тудыратын жүйелерде салқындатқыш ретінде пайдаланылады. Табиғатта ауаның барына үйренгеніміз сонша, ол туралы ұмытып та кетеміз. Біз оны тек жел соққанда немесе өзіміз велосипед тебу барысында ауаның кедергісін сезген кезде ғана аңғарамыз. Ауа түрлі газдардың қоспасы болып табылады. Ауаның басты құраушылары азот пен оттек. Олар ауа көлемінің 99%-ын құрайды. Қалған 1%-ның көп бөлігі аргон, сондай-ақ аздаған мөлшерде көмірқышқыл газы және өте аз мөлшердегі гелий, неон, криптон, сутек және ксенон газдарынан тұрады. Гелийдің ең маңызды көзіне табиғи газ жатады. Себебі гелий жердің терең қабаттарында жүретін радиоактивті ыдыраудың өнімі. Жерде гелий өте аз, себебі гелий атомдары өте жеңіл және еш кедергісіз ауырлық күшін жеңіп, ғарыш кеңістігіне ұшып кетеді. Ал ғаламда керісінше, гелий өте кең таралған және көптеген жұлдыздардың басты құраушысы болып табылады. Аргон суда айтарлықтай жақсы ериді, сондықтан ол табиғи сулардың құрамында да кездесе алады. Радиоактивті газ радон ауада өте аз, үздік және өзгермелі мөлшерде кездеседі. Ол негізінен радиоактивті минералдардың кен орындарында кездеседі. Себебі ол ауыр изотоптардың радиоактивті ыдырау өнімі болып табылады. Радон канцерогенді әсеріне байланысты адам денсаулығына зиянды. Радон топырақ қабаттары және қабырға тесіктері арқылы өтіп, жабық жертөлелерде жиналуы мүмкін деп есептеледі. Гелий мен радоннан басқа барлық инертті газдар сұйытылған ауаны айдау арқылы алынады. Неонмен толтырылған шыны түтікшелер төмен қысымда неонмен толтырылған шыны түтікшелер арқылы электр разрядтарын жіберсе, неон шазы өзіне тән ерекше қызғылт сары жарық шығара бастайды. Электр разрядтары валенттік электрондарды энергиясы жоғары бос электрон қабаттарына тасымалдайды. Электрондар өздерінің бастапқы қабаттарына қайтып келгенде, артық энергияларын жоғалтып, белгілі бір түсті жарық шығарады. Өзге газдарда электр разрядтарының әсерінен жарқырайды. Гелий сары түсті, аргон қызыл және ксенон күлгін түсті жарық шығарады. Осы қасиеттері үшін инертті газдар жарнама тақтайшаларында кеңінен қолданылады. 1894 жылы сэр Уильям Рэмзи қызықты тәжірибе жүргізді. Ол ауадан оттек пен азотты алып тастағанда не болатынын білгісі келді. Өз мақсатына жету үшін ол алдымен өте майда ұсақталған мыспен толтырылған сынауықты қыздырып, ол арқылы ауа өткізді. Жоғары температурада мыс оттекпен әрекеттесіп, нәтижесінде ауадан бөлініп шығады. Қызыл шоқ боп қыздырылған магниймен толтырылған өзге сынауықта ауадан азот алынып тасталады. Алайда аталған сынауықтар арқылы ауаны өткізген кезде жұтылмаған газдар қалып қоятындығы анықталды. Құрылғыға енгізілген әрбір 100 см куб ауаның мыспен де, магниймен де әрекеттеспейтін, көлемі шамамен 1 см кубқа тең белгісіз газ қалып отырған. Рэмзи ол газды аргон деп атады. Грек тілінде бұл сөз енжар, белсенді емес деген мағынаны білдіреді. Жаңа элемент сол кездегі периодтық кестенің ешбір тобына үйлеспегендіктен, Рэмзи периодтық кестеге элементтердің жаңа тобын қосуды шешті. Осыған ұқсас өзге де элементтер бар деп пайымдаған Рэмзи оларды келесі тәжірибелерінде іздей бастады. Нәтижесінде ол неонды, криптон мен ксенонды ашты және гелийді қайта ашты. Гелийді астрономдар оған дейін күндіз зерттеу арқылы ашқан, алайда Рэмзи оның жерде де болатынын дәлелдеді. Рэмзи 18-ші топты радиоактивті радонсыз толтырып шықты. Физикалық күйі мен химиялық инерттігіне байланысты 18-ші топ элементтері инертті газдар немесе асыл газдар деп аталады.